Саламатсыз ба? Бүгін осындай сумка тоқып көрсетемін. Ол үшін екі түрлі түсті жіп және ілмек біз қажет болады. Алғаш қажетті түсіңізді аласыз. Және осылай бір ілмек жасап аламыз. Соң осы бір ілмектен біз 25 бос шалма аламыз. 25-ін алдық. Енді жұмысшы жібімізді ілмек бізімізге ілдіреміз. Соң төртінші ілмегімізге бір шалмалы бағанша тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Міне төртіншісіне бір шалмалы бағаншадан біреуін тоқимыз. Соң және бір шалмалы бағаншадан келесі ілмектен тоқимыз. Осылай біздер әрбір ілмектен бір бағаншадан тоқып шығамыз. Бізде 20 бағанша болады. 20 бағанша тоқисыздар. Соң ең соңғы ілмекке келдік. Осы ілмектен бір шалмалы бағаншадан 1, 2, 3, 4 және 5-ші. Яғни бір жерден біздер 5 бағанша тоқимыз. Соң екінші жартысын бірінші қалай тоқыдық, тура солай қайталаймыз. Яғни әрбір ілмектің туырысынан бір шалмалы бағаншадан бір-бірден тоқып шығамыз. 20 бағанша тоқисыздар. Бағанша тоқыдық. Ең бірінші тоқыған мына бірінші ілмегімізден біздер тура сол жерден және 3 бағанша тоқимыз. Сонда бізде екі жағынан 5 бағанша болады. Яғни бір жерден 5 бағанша алған болып есептелеміз. Екінші бос шалмаға біріктіріп, осылай 2 бос шалма алып, екінші қатарға өтеміз. Және екінші қатарда мынаны ішкі жағынан тоқып шығасыздар. Яғни осылай ішкі жағынан іліп шығамыз. Мынаны егер сіздер ішкі жағынан ілсеңіздер, төменгі жағында және бір ілмегі бар, сол екеуін қосып бірге тоқисыздар. Сонда бізде осындай сызық пайда болады. Бұлай қараңыз. Бір өзін ілсеңіз, мынандай үлкен шұңқыр болады да, сол үшін осылай астындағы ілмекті қосып бірге тоқисыздар. Осылай біреуін тоқуға болмайды. Төменгі жағындағы ілмекті қосып, екеуін бірге тоқимыз. Осылай айналдырып тоқимыз. 50 бағаншаны тоқып алдық. Және екінші алған бос шалмамыз бар ғой, соған біріктіріп, үшінші қатарға өтеміз. Біздер әр қатарға келгенде міндетті түрде 2 бос шалма алып отырамыз. Енді мынаны осылай төменгі жағынан кәдімгідей бір шалмалы бағаншадан әрбір бағаншаның туырысынан тоқып шығамыз. Бізде 50 бағанша. Осы 50 бағаншаны айналдырып, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші қатарды осылай бірдей болады. Солай қайталап тоқисыздар. 6 қатарымызды аяқтадық мінекей. Енді артық жібімізді қиямыз және екінші бос шалмаға ілмек бізімізді кіргізіп ілдіреміз дағыны. Келесі түсімізді алып, осылай екеуін бірге біріктіреміз. Артық жіпті ортасына қойып тоқып кетеміз. Және 2 бос шалма аламыз. Бұл әр қатарда қайталанады. Соң жаңағыдай қылып, 7-ші қатарды да әрбір ілмектен бір бағаншадан төменгі жағынан тоқып шығамыз. Тура осылай төменгі жағынан тоқисыздар.
елу бағаншаны тоқимыз. Жетінші қатарды қайталап осылай тоқисыздар да, соңғы ілмегімізге келдік және екінші бос шалмамызға біріктіреміз. Енді бізде 8-ші қатар. 8-ші қатарда 2 бос шалмамызды аламыз. Енді мына жерде біз екінші қатардағыдай әрбір ілмектің ішкі жағынан тоқитын боламыз. Төменгі жағынан емес, ішкі жағынан жаңағыдай қылып бір қатар сызық шығаруымыз керек болады. Ол сызық бізге ең соңында қажет. Оны сізге қазір айтатын боламын. Осылай төменгі жағынан бірге екі ілмекті бірге тоқимыз. Бізде осындай сызық болады. 8-ші қатарды аяқтадық. Мінекей осындай әдемі сызық болды. Біз ең соңында осы жерге әшекейлеу үшін осы жерге тоқимыз. Сондықтан бізге міндетті түрде қажет. Тоғызыншы, 10-шы, 11, 12-ші қатарлар бірдей болады. Тура осылай төменгі жағынан алып, қайталап тоқисыздар. Сіздермен бұйыртса 13-ші қатарда кездесеміз. Міне 12 қатарымызды аяқтадық. Алғашқы алған осы екі бос шалмамыздың екіншісіне ілдіріп қатарымызды аяқтадық. Егер сіздер дұрыс тоқыған болсаңыздар, осы жердегі алғашқы тоқыған қатарымыз тура бір сызықта тұру керек. Бұлай қисайып кетуге болмайды. Ендігі кезегіміз бізде 13-ші қатар. Бір бос шалма аламыз. Бұл қатарда біздер шалмасыз бағаншаменен тоқисыздар. Шалмасыз бағаншадан біздер 6-ауын тоқисыздар. 6 ілмекті осылай тоқып аламыз. Алты ілмектен кейін біз 29 бос шалма аламыз. Бұл бізде сумкамыздың ұстағышы болады. Осылай 29-ын іліп аласыздар. Енді бізде 29 бос шалмамызды іліп алдық та. Соң төменгі жақтан біздер 12 ілмек тастап кетеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13-ші ілмекке келеміз. 13-ші ілмектен осылай ілдіріп тоқимыз. Соң 12 шалмасыз бағанша тоқимыз. 2, 3, осылай 12-сін тоқисыздар. 12-сін тоқып алдық. Енді және 29 бос шалма аламыз. Бұл біздің сумкамыздың екінші жағындағы ұстағышы. Осылай 29-ын алып алайық. Мінекей төменгі жағынан енді біздер 12-сін тастап, 11-ін тастаймыз да 12-сіне келген кезде біріктіреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне 12-шісіне осылай біріктіріп тоқимыз. Соң қалған 6 ілмекті қатарға дейін әкеліп, осы қатарды аяқтайсыздар. Біріктірген кезде осы екі ұстағыш бір-біріне тура келуі қажет. Осылай қалған ілмекті тоқимыз. Енді ең соңғы 14-ші қатар. 14-ші қатарда осылай тек қана ішкі жағынан біріктіргіш ілмек арқылы осылай біріктіріп тоқып шығамыз. Тек қана біріктіріп шығамыз, ешқандай тоқымайсыздар. Осылай түгел айналдырып шығамыз. Ұстағышына дейін айналдырасыздар. Ұстағышына келген кезде ішкі жағынан кіргізіп, осылай ілдіріп шығамыз.
түгел айналдырамыз. Міне, жұмысымызды аяқтадық. Енді артық жібімізді қиып, жібіміздің артығын ішіне қарай кіргіземіз де жасырып тастаймыз. Енді мына ортасындағы желпеншегін жасаймыз. Ол үшін мына тоқыған кезде сыртқа қарап тұрған бір қатар линиямыз бар ғой. Бір қатар ұзын сызығымыз. Сол сызықтан ілдіріп жұмысшы жібімізді шығарамыз. Және осылай біріктіреміз де екі бос шалма аласыздар. Және бір шалмалы бағаншадан тура сол жерден үшеуін тоқимыз. Мұны бізде біреу, екеу, алғаш алған екі бос шалмамыз үшінші бағанша болып есептеледі. Осылай әрбір ілмектен үш бағаншадан тоқисыздар. Бір ілмектен үш бағаншадан тоқимыз. Ортасында бір ілмек қалып қоймау керек. Түгел осы 50 бағаншаның тұсында тұрған осы 50 ілмектен әрқайсынан үшеуден іліп шығамыз. Үшіншісі. Осылай түгел алдыңғы және артқы жағын түгелдей айналдырып, осы сызықты бойлап тоқып шығасыздар. Міне, осындай әдемі бізде желпеншек пайда болады. Және артық жібімізді қиямыз да жұмысымызды аяқтаймыз. Артық жіпті төменгі жағына біріктіріп, жасырып тастайсыздар. Соң артық жібін қиып тастаймыз. Сәндеу үшін қалаған бұйымыңызды қойсаңыз болады. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен бұл сумканы әсемдеу үшін осындай әдемі гүл тоқыдым. Және осы бір шетіне әдемілеп біріктіріп тігіп қойдым. Бұл гүлдің тоқылуы менің арнамда бар. Соған өтіп көрсеңіздер болады. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Осылай әдемі сумкаларды сіздер де тоқып көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын.